Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қытай елінен кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыс Gearbest интернет-магазиннен келген. Универсалды зарядка дейді кодтағыш. Бұл зарядка ұялы телефонның аккумуляторларын емес, күнделікті тұрмыста қолданылатын қандай домалақ аккумуляторлар болады. Сондайларды зарядтауға арналған құрал. Мінекей комплектациясын көретін болсақ, инструкциясы көрсетілген ағылшын тілінде. Осындай бір үлкен қағазға жазып жіберген екен. Және мінекей мынандай блок, қорек блогы бар. 12 вольт 1 ампер дейді. Және зарядкамыздың өзі. Қорабында басқа еш нәрсе жоқ. Размері үлкендеу. Оң жағында қуат алатын ұяшығы бар. Сол алдыңғы жағында микро USB порты бар. Сол жағында USB порт. Және жоғары жағында аккумулятор салатын ұяшығы бар. Бұл зарядканың ерекше бір қасиеті. Бұл мінекей мына жерде көрсетілген. Никель кадмий, никель металл гибрид дейді. Лион батареялары бар. Сондай батарейкаларды зарядтауға, жаңағыдай батареяның жалпы денсаулығы дейді, здоровье, қаншалықты әлсірегенін, соның бәрін тексеруге, тест жасауға арналған құрылғы. Умный зарядка десе болады, ақылды зарядка. Бұл зарядка мінекей мынандай 18650 деген батарейкалар бар, аккумуляторлар. Бұлар көбінесе ноутбуктен батарейкаларында пауэрбанктарды қолданылады. Және мындай жақында көрген болсаңыздар, осы фонариктің обзорын сол жерде көрсетілген болатын. Осындай үлкен батарейкалар қолданылады. Осындай батарейкаларды, аккумуляторларды зарядтауға арналған арнайы құрылғы. Мінекей мына жерде дисплейі бар. Мына жерде өзінің режимдерін таңдайтын кнопкалар бар. Мінекей мына жерде charge деп тұр, яғни зарядка, қуаттау. Мына жерде сағат, миллиампер, жаңағы внутреннее сопротивление аккумуляторы дейді. Енді ол жағын онша түсіне бермеймін негізі, бірақ сондай аккумулятордың ішкі қасиеттерін, қаншалықты дұрыс жұмыс жасап тұр, қаншалықты сыйымдылығы орнында, соны зерттеп бақылауға мүмкіндік береді. Мінекей мына жерде режимдерін таңдауға болады. Мінекей charge деп тұр. Charge деген яғни қуаттау, зарядка. Discharge керісінше разрядка, яғни қуатын азайту. Және charge тест дейді. Бұл зарядкасын тексеруге арналған режим. Және импеданс тест дейді. Мінекей бұл жерде жай ғана бұндай ғана батарейкалар емес, және де мынандай күнделікті пульттарда өзімізде жаңа мышка дейді. Мышкаларда, мысалы, беспроводной мышкаларда өздеріңіз білесіздер, аккумулятор тез отырып қалады батарейкасы. Сол батарейка қолданбас үшін осындай аккумулятор қолдансақ болады. Осындай бір аккумуляторларда зарядтауымызға да өте жақсы мүмкіндік негізі. Бұл универсалды зарядка болғандықтан осындай кез келген размерді алып сала берсек болады. Мінекей мынауымыз бізде тіпті өте кішкентай. Пальчиковый батарейка дейді, 3А размерлі аккумулятор. Және достар, бұл құрылғының ең басты қасиеті осындай кейбір осындай аккумуляторлардың түрлерін қайта қалпына келтіру. Егер де заряд ұстамай, сондай өзінің свойствосы нашарлап кеткен болса, осы құрылғының көмегімен қуатын, аккумулятордың денсаулығын қайта жақсартуға болады дейді. Сол үшін тексеріп көрмекке алдым. Бұл құрылғыны алдағы уақытта тексеріп көре жатамыз. Және бұл құрылғыны пауэрбанк ретінде қолданса да болады. Мысалға, мінекей мына пауэрбанкымызды қазір зарядтап көруге тырысамыз. Мінекей зарядка кетті. Жерде қарсаңыздар 5 вольт 1,2 ампер. 1,3 ампер кетіп жатыр. Және бұл жерде менің білуім бойынша напряжениені көбейтіп,
асықпай зарядтауға не болмаса тез зарядтауға мүмкіндік бар. Мінекей достар, қараңыздар, бағанағы кішкентай АА размерлі пальчиковый дейді. Сондай аккумуляторымды зарядтап жатырмын. Мінекей мына жерде қарап тұрсаңыздар, барлық значениесін көрсетіп жатыр. Мінекей мына жерде 0,3 дегеніміз 3 минут болды деген сөз зарядкада тұрғанына. Мінекей мына мод деген кнопканы басып отырып, осындай мәліметтерді қарауымызға болады. Мына енді сопротивление болу керек. Шатаспасам, бірақ бұл нені білдіретінін шынымды айтсам білмеймін. Мына жерде мінекей 1,4 вольт ток кетіп жатыр. 1 ампер, шамамен 1 ампер токпен зарядталып жатыр. Мінекей барлығы құйылғаны 60 ампер, яғни осы арқылы біз батареяның, аккумулятордың сыйымдылығын нақты есептеп білсек болады. 4 минут болды мінекей. Мінекей мына мод деген кнопканы басып тұрсақ, мінекей мынау моргать етеді, жаны өшіп, сол кезде басқа осындай значениелерін таңдасақ болады. Мінекей charge test дейді. Discharge refresh. Мінекей мына discharge refresh дегеніміз менің түсінігім бойынша осы аккумуляторды қалпына келтіретін режим болса керек, өйткені бұл никель металл гибридті аккумулятор, яғни бұндай аккумулятордың түрлерін бұл осы құрылғы қайтадан қалпына келтіретін мүмкіндігі бар. Мінекей достар, әзірге осы. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналымызға жазылып достарыңызға айтсаңыздар болады. Алдағы уақытта әлі талай қызықты видеолар болады. Сұрақтарыңыз болса, ВКонтактедегі тобымызға жазылып, сол жерде қойсаңыздар болады.